Vaqt деген нәрсе ең қымбат нәрсе, баршамыз білеміз. Мына жаңа менің бір жолдасым келді, досым келді, баяғыда бірге жүрген. Ананда мынада қол күресте оған Қазақстанда ешкім шақ келмеген. Қазақстан емес, Өзбекстанда да ешкім шақ келмеген оған. Сондай жігіт екеуміз отырмыз да, қарасақ біз 50-ге келіппіз. Уақыт деген қандай сені бірден өтіп кете салады. Бірақ болса уақыттың қадіріне бөлуді Алла бізге нәсіп етсін. Уақыт бұл сондай нәрсе, өтеді кетеді. Мені қазір мен 50-ге келген болсам, өзіме есеп беріп, не істедің? Қош 50-ге шейін не істедің? Бізде айтады ғой, ойнап күліп қалуың керек. Қош қашанға шейін ойнап күліп қаласың? Қош, неше қызбен болдың ба? Сома ойнап күлу? Неше қызбен болдың ба? Ол неше қызбен болған болсаң, неше түрлі ауру жұқтырып бітірдің ғой өзі сен. Гонорейда болдың, бір ғана іспит болмадың, бір Құдай сақтасын. Сома ішіп неге жеттің? Сол үшкелектің арқасынан қанша-қанша әйел жесір, бала жетім болмады ма? Сол ма пайдаң? Жоқ. Міне жасым 50-ге келді, мен не істедім? Деген адам, әрбір адам сұрақ қою керек қой өзіне. Не істедім? Қош. Құдайға шүкір, Құдай баладан қыспастан бала берді. Ұл берді, қыз берді. Сен Құдайға не бердің? Сен Құдайға не бердің? Ей, нанкөр, көзіңді ашшы. Құдайға не бердің сен? Егерде бала бермегенде, қыз бермегенде еңіреп жүрген болар едің. Ана әулиенің басынан бір түнеп, мына әулиенің басынан бір түнеп, дүниеде қанша-қанша әулиелер бір перзентке зар болып өтіп еді. Енді сол перзентке зар болған әулиеден біз барып перзент сұрап жүрген болар едік. Жоқ, Аллах бізге перзент берді ғой. Не істедің сол перзентті? Саған ақылды перзент берді. Саған мейірбан перзент берді. Бірақ сен не істедің ол перзентті? Оған не істедің? Құдайға не бердің? Қараңыз, міне біз өзімізге өзіміз өстіп сұрақ берейікші. Аллахтан қорқу егер жүректе болмаса, бәрі бекер екен. Тапқан тұтқаның тойға бұйырсын, бала шағаң той көрсін. Бала шағасы той көріп, әкесі көшеде қалып атқан қанша-қанша адам бар. Әкеге бір рет ассаламу алейкум әкежан, ассаламу алейкум анашаным деп тұрып, келіп бетін сүйетін, қолын сүйетін перзент жоғалып қалды. Тапқан тұтқан бәрін өлекті, ешшектей бұл жұмыс істеді де, бишара тапқан тұтқан тойдың бәріне шашты, бітті. Балада мейір жоқ, қызда мейір жоқ. Мені кеше ғана Фейсбукта бір шал жылап тұрып өзі хат жазды. Мен мектепте мұғалім едім. Сонда сол уақытта орыстар өздерінің әке-шешесін апарып, қарттар үйіне апарып тастайтын еді. Сонда осылай да болады ма? Адам өзінің әке-шешесін қарттар үйіне апарып тастайды ма? Деп сонда бір ренжитін едім. Бір уақыттар келді, менің бір көзім ағып кетті. Содан пенсияға шықтым. Сондан солай басыма қайғы қасір келіп, әйелім рактан дүниеден өтіп кетті. Үйде жалғыз қалған жаман екен. Жалғыз емеспін, балам бар, келінім бар, немерелерім бар. Бірақ екі күннің бірінде балам мен келінім ұрса береді. Білем ненің ұрысты, ұрыс неден болып атқанын білем дейді. Неден болып атыр? Себебі имансыз бала алғаны, имансыз келін болғаннан кейін, оған сенің әкең жақпайды, сенің шешең жақпайды, сенің ағаң жақпайды, сенің қарындасың жақпайды, сенің туған туысқаның жақпайды оған. Содан бір күні балам келді да, әке, менің кешіріңіз, бірақ үйде зерігіп кеттіңіз ғой. Сізді осы қарттар үйіне апарып тастасам, сол жерде өзіңізге ұқсаған адамдар ішіп, жеп, солармен сөйлесіп отырасыз, біз барып қарап тұрамыз деді. Содан кейін мен оның сөзін естігім келмеді дейді. Міне енді қарттар үйінде отырмын. Дұрыс, ішуден, жеуден кем емеспіз, барлығы бар. Бірақ балаңда мейір болмаса қиын екен деп жылайды. Қарың? Міне, әкенің ең бірінші өз уақытында бекерден өткізуінің ең үлкен себебін көріңіз. Шоколад кәмпитпен баққан балаң ертең сені қарттар үйіне апарып тастап отырса.
Намазға уақыт таба алмадың, оразаға уақыт таба алмадың, мешітке уақыт таба алмадың. Бірақ тойға уақыт таптың, кафеге, гәпке уақыт таптың, көкпарға уақыт таптың. Соның арқасында сенің арқаңнан жетілген бала міне кім болды енді? Міне соның арқасынан жетілген балаң кім болды енді да? Қарттар үйі өкімет өте әдемілеп қойған. Бірақ ол жерде бір нәрсе жоқ. Ол жерде сенің балаң жоқ. Сен баққан балаң жоқ. Міне ағайындар, пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям 5 нәрсе келуден алдын 5 нәрсені ғанимет білің. Соның ең біріншісі өлім келуден алдын өмірдің қадірін біліңіз. Бұл деген не? Ең бірінші сені дүниеге келген ата-анаңның қадірін біл. Сені осыншалық баққан, қаққан ата-анаңның қадірін біл. Бір кәрия апамыз айтады, баламнан жаман қатты ренжідім дейді. Айтым, неге ренжідіңіз десем? Маған айтады дейді. Егер сіз өлетін болсаңыз, қолыңыздағы алтын сақина, сырғаларыңызды кімге тастап кетесіз? Ана тұрмысқа кеткен қыздарыңызға беріп кетесіз бе? Жоқ, мына үйдегі сізге қарап атқан келініңізге тастап кетесіз бе деп айтты дейді. Сондай жаман жыладым дейді де. Мен баламды бұлындай деп ойлаған жоқ едім дейді. Оны дейді туғаннан бастап осы дәрежеге жеткенше менің қанша дүнием кетумен бірге қанша бейнетім кетті ғой, бейнетім. Мен дүниеме өкінбеймін, бейнетіме. Сондай бір нанкөр, жыланға құсаған бір баланы баққаныма өкіндім деп жатыр ғой. Болды енді ол деген ата-анаға ақ болды деген сөз ол. Ата-ана өзінің баласы мен сені ақ қылдым деу шарт емес. Егер әке де шеше де қатты ренжитін болса, бұл автоматически ақ түсіп қалады. Кейін оның бірі екі болмайды. Қараңыз. Мынау білесіздер, көп байлардың баласы қатты ауырады, келіні немесе сол әйелі қатты ауырады. Қазір Кореяда қаншасы жатыр. Оның да диагнозы жоқ дейді. Ол ауру дейді. Сол жігіттердің біріне айтып жатырмын да, сен деп жатырмын, әке-шешеңді ренжітіп қоймадың ба деп жатырмын да. Бұл әке-шешенің ренжуінен де болады, біліп қойыңыздар. Осы нәрсе өте жастар өте ықтият болу керек. Аллах субхана тағала жазылмайтын дерт беріп қояды. Жазылмайтын, бармағыңды шайнап өтіп кетесің. Жазылмай қалады адам. Қараңыз да. Ата-ананың жүрегін Аллах субхана тағала сондай нәзік қылып жаратқанда, оған үх демеген деп қойды да, оған үх демеген деп қойды. Ең нәзік точкеде бұл қараң, үх демеген деп қойды. Ана өтіріктен өтірік 8 мартта мына ертемен жаңа жыл келіп жатыр, пластмастан алынған гүлдерді алып барып өтіріктен өтірік. Қаламасаң да жүрегің қаламаса бетін сүйіп қою. Омен ата-ананың разылығын тауып болмайды. Омен ата-ананың разылығы болмайды ағайындар. Ата-анаға сондай бір сәлем жүрек керек. Өте бір таза жүрек керек. Шынымен шынайылық керек. Қараңызшы, біздің әкелеріміз болмаса біз ешкім емеспіз, біліп қойыңдар. Biz hiç kim emesiz. Әл-Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.